Армысыздар. Қарағанды облысы білім басқармасының Балқаш қаласы білім бөлімінің Ыбырай Алтынсарин атындағы нөмірі 25 жалпы білім беретін мектебінің 10 сынып оқушысы Сәрсенбаева Асылай мектеп парламентінің президенті. Тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған мектеп парламентінің жұмысын насихаттайтын репортажды назарларыңызға ұсынамыз. Білім алушылардың бойында азаматтық белсенділік, әлеуметтік құзыреттілік, азаматтық жауапкершілік дағдыларын дамыту, әлеуметтік шығармашылыққа қабілетті, өзінің жеке басын, қоғам мен мемлекетті жетілдіру, мүддесінде әрекет ете алатын жоғарғы мәдениетті, гуманистік бағыттағы азаматты тәрбиелеу мақсатында мектебімізде мектеп парламенті 8-ші фракция бойынша жұмыс жасайды. 8 фракцияға белсенді оқушылар сайланған. Фракция мүшелері өз бағыттары бойынша жұмыстар атқарады. Құқық және тәртіп фракциясы бойынша Абайла Балақай акциясы. Мектеп оқулығына қамқорлық жасайық акциясы. Бала құқығы, адам құқығы атты республикалық айлық іс-шаралар жоспарына сәйкес. Баланың құқықтары мен міндеттері буклеттер байқауы. Мен өз құқығымды саламын, шығармашылық суреттер байқауы. Кішкентай азаматтардың үлкен құқықтары танымдық ойын өткізілді. Ақпарат фракциясы бойынша ақпараттық бұрыштар безендірілді. Спорт және салауатты өмір салты фракциясы бойынша денсаулық күніне орай денсаулық зор байлық спорттық іс-шарасы. Тазалық денсаулық кепілі тақырыбына шығарма байқауы ұйымдастырылды. Өзін ұстану және бақыт фракциясы бойынша менің қалам менің мақтанышым атты шығармашылық сурет байқауы ұйымдастырылды. Қамқорлық фракциясы бойынша кішкентай досыңа қамқорлық жақса акциясы өткізілді. Мәдениет және өнер фракциясы бойынша сыбдыры сұлу алтын көз атты сайысы ұйымдастырылды. Экология және еңбек фракциясы бойынша жерді күн қоректендіреді, ал еңбек есі байқауы өткізілді. Дебат қозғалысының фракциясы бойынша интернет жоқ әлемді таңдайды қарары бойынша дебат өтті. Көктудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі. Көктудың желбірегені